Ертеде кең Сахараның төсінде шағын ғана бір ауыл болыпты. Сол ауылда жасы үлкен ата мен әже өмір сүрген екен. Малын бағып, барын қанағат тұтып, бір-біріне сүйеу болып ғұмыр кешіпті. Бір күн әже, атасы, үйде ұнда майда бар екен. Шайға бауырсақ пісірейін депті. Әже ұнды елеп, қамырын жақсылап бөліп, бауырсақ дайындады. Қазанды отқа қойып, майын қыздырып, бауырсақты біртіндеп салып қуырыпты. Бауырсақтар алтын түстес болып, жұпар иіс бүкіл үйге жайылыпты. Әже оларды табаққа салып, суыта тұрайын деп, терезе алдына қойыпты. Сол сәтте желдің лебімен бір бауырсақ домалап барып жерге түсіп, әрі қарай домалап кете барыпты. Ақыл сөзін жеткізді. Қасқыр келді аюда. Домалап келе жатып, бауырсақ айналасына қараса, алда ұзақ жол, артта ауыл алыстап барады. Мен қайдамын, деп ойлапты ол. Бірақ кері қайтуда оңай емес. Солай деп ойлап келе жатқанда, алдынан қоян шыға келіпті. Бауырсақ, бауырсақ, дейді қоян. Мен ашпын, сені жеймін. Бауырсақ саспақты. Қоян, асықпа, асыққан қатес дейді. Ашуыңды сабырға жеңдір депті. Қоян ойланып қалыпты. Рас айтасың деп жол беріпті. Жолдың келесі тұсында қасқыр жолықты. Мен күштімін, дейді ол. Сені ешкімнен сұрамай-ақ жеймін. Бауырсақ байыппен. Күш әрдайым дұрыс жол көрсетпейді. Ақылсыз күш өзіне де зиян депті. Қасқыр тұрып қалыпты. Бұлай ойламаппын, деп ол да шетке шығыпты. Алтын түсті жұмсақ ақ. Жолға шықты ойланды. Орман шетінде аю кездесіпті. Сен кішкентайсың, мен үлкенмін, маған қарсы келме, деп гүрілдепті. Сонда бауырсақ, үлкен болу істен болу емес, үлкен болу қорғау, деп жауап беріпті. Аю ауыр күрсініп, дұрыс екен деп жолын жалғастырыпты. Қоян шықты алдынан, бауырсақ айтты жайғана. Ақыры ең соңында түлкі кездесіпті. Түлкі жымиып, сен көп жерден өттің ғой, дейді. Әркіммен сөйлесіп, аман қалғаның қызық екен. Бауырсақ бұл жолы сақтанып, үндемей тұрыпты. Түлкі тағы да сөз бастап. Әркімді сөзбен жеңуге бола бермейді. Кейде үндемеген ұтады депті. Бауырсақ осы сөзге тоқтапты. Ол түсінген екен. Ақылды адам тек сөйлеп қана қоймай, тыңдай да білуі керек. Бауырсақ алға қарай домаламай, кері бұрылып, өз ауылына қарай бет алыпты. Әже терезе алдында отырған екен. Әне, біздің бауырсағымыз, деп қуаныпты. Ата күліп, жол көріп келіпсің ғой, депті. Бауырсақ болса, иә, жол көп, қауіп көп. Бірақ ақылмен жүрген аман оралады, депті. Содан бері бұл ертегі ақылды бауырсақ деп аталыпты.